Sakın geç kalma, oyununda sonu var. Ensinlerimiz en sıkar, topumuz podcast. Hey, sıraylaşır. Yeah, 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 podcast. Oynayalım. Alga dostum, tek alga. Bozuklardan geç kalma, topumuz podcast. Hey. Podcast. Олар бізді ұстап ала жаздады, солай ғой. Алаңдама, біз ауылға келіп қалдық. Шамамен 200 шақырым. Бәрі жаман сияқты. Алаңдама, троллер тіпті орындыққа да шыға алмайды. Жүрегімнен шыққан сөздер. Жо, рахмет. Осы троллердің есі дұрыс емес шығар. Я айтпа. Ей, сендер оқиға іздеп жүрген сияқтысыңдар. Кіші 300 есеге артық семсерін түкке тұрмады. Біз жорығымызды қайталауымыз керек. Я, жаман. Осы ауылда жақсы шебер бар деп естігенмін, бірақ қайда екенін есімде жоқ. Сәлем, көмектесе аласыз ба? Екі оқиға іздеуші келді, одан басқасын білмеймін. Ей, сен ойын берушін іске қостың. Рахмет, біз ештеңені іздеп жүрген жоқпыз, жай серуендеп. Менде сендер іздегеннің бәрі бар. Тролльдің 50 құты сусын ішу, жеңсеңдер көп қосымша пайдаға кеңелесіңдер. Жо, рахмет, сенің ойындарың кішкентай балдарға арналған. Онда қара өзенше 200 құбыжық балықты аулау керек. Ал егер жеңсең, сиқырлы құртпен үлкен балық аулау керек. Ей, сен менің балығым. Сонымен, менің ойынымды аласыңдар ма? Ал сонымен балық аулауға барасыңдар ма? Ондай ақымақ ойындар керек емес. Жеңісі де керек емес. Ештеңе де керек емес. Біз жаңа ойыншы емеспіз. Тапсырманы алғаннан кейін оны орындау керек. Ойынның шарты солай. 10 ереже 6 бот тармағында. Ережеге не істейтінді қара. Міне. Сонымен, мұна ұшақтың шебері кім екен? Ойын шебері. Күнәлілері мұналар. Солай, мен жай ғана өз жұмысымды істеп жатқанмын. Не? Сен кішкентай балалардың ойын бізге өткізе алмай әлек болдың. Ойнамайтын кейіпкерлер де бейне ойынға қатты қажет. Сендер оларды сыйлауларың керек. Біле білсеңдер, бұл өте қиын жұмыс. Сол ма оп-оңай? Мен кез келген уақытта опы бола алам. Ал көрейік. Сендерге сынақ. Бүгін сендер опы боласыңдар. Маған нәтиже керек. Егер тапсырма дұрыс орындалмаса, онда тағы бір күн қосам. Одан тағы бір күн. Солай жалғаса береді. Сиқырлы сусын сатушы болдым ба? Бәрін бір күнде сату керек. Қолымнан келеді. Алға, жұмыс істейік. Ла-ла-ла-ла-ла. Сензо, ойын беруші ме? Сені алар емеспін. Түкке тұрмайтын ойындарды тез таратамын. Сен алар емеспін, мен қаншайыммын. Мені батыл ханзада құтқарып алады. Қандай ғажап. Ей, батырлар, мен мұндамын. Мен мынандай жазаға дән ризамын. Тамаша. Ойынша. Өтінем. Тролль күші деген сиқырлы сусын бар ма екен? Иә, әрине. Тролль күшті. Тролль күші. Мұнда арттары жазылмапты. Әрі бір-біріне өте құсас. Тоқта бұлай. Мінекей. Міне бұлай мынау енді жасыл ол тролльдерге күш беретін тусан. Ал маған тролль күшін. Қырсық. Ей, бері келіңдер, шектеулі ойындар. Бірінші кезекте ең тамаша ойын. Сұлу ханшайымды айдаһардан құтқару. Ол қиын жорық 50-ші кезең емес пе? Ал біз 15-шідеміз. Сонымен... Жоқ. Жақынырақ келіңдер. Негізінде бұл ойын 10-ші кезеңдікі, ал жеңісі тура 50-ші кезеңдегідей. Сонымен бұл ойынды кім алады? Мен. Ханшайымды айдаһардан кім құтқарғысы келеді? Мен.
Джеронимо! Ей, не істеп жатсыңдар, мені жіберіңдер, ол қашып барады. Алға, оны ұстайық. Болмайды, оқып орналасқан жерден тек 100 шақырымға дейін ғана бара алады. Одан әрі бізге ары қарай өтуге болмайды. Неге олай? Жаңа ойыншылар енді жеңіледі, ал менің жұмысым осымен бітті. Ей, тоқта, мұнда біреуі қалыпты ғой. Дәл уақытында келдің. Алғыс айтпай-ақ қой. Барлық көркем батырлар қайда? Өздері ұйықтап қалған ба? Әйтеуір келді. Не? Олар ойнай алмай ма? Айдаһардан неге сонша қорқады? Сен алар емессің. Қайырлы күн. Мен... Сәлем. Рахмет. Хат па? Жоқ. Ханшайым. Бірақ мен ханшайымға не айтарымды білмеймін, сол үшін сусын керек. Сусын. Жарай, түсінікті. Ал қызыл. Осы болу керек. Сылқымдылық пен шебер сөйлеу, кепіл берем. Оқас жоқ. Жарайды, соңымнан қайталаңдар. Біз жаман тролльдер емеспіз. Барлығына дайын болыңдар. Ал енді ойындағы шектеулер жайында ұмытыңдар. 100 шақырым жайында да ұмытыңдар. Себебі... Біз жаман тролльдер емеспіз. Алға! Жоқ, он емес. Сендер бәрінде бүлдірдіңдер. Сол үшін сазайларыңды тартасыңдар. Сен жаңа ойыншыларға 50-ші кезеңнің ойынын неге бердің? Тағы 10 күн жазаланасың. Ал сен? Мен неге істеген? Ал мынау не? Ойыншылардың барлығы да осында. Саған тағы да 15 күн қосамын. Көмектесіңдер. Тоқта. Сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Сендер ережені бұздыңдар. Түсіндіріңдер. Біз 100 шақырым жайында ұмыттық. Біз ойын шеберінде ұмыттық. Біз жаман тролльдер емеспіз. Алға! Сендерге не болған? Тамаша! Мұнда екенсіңдер ғой. Қандай қызық. Оқып болған қандай тамаша. Оқып деген кім? Оқып деген ойынға қатыспайтын кейіпкер. Бейне ойындарда бұл сөз ойналмайтын кейіпкерлерге қолданылады. Оқыпының бірнеше түрлері бар. Кейбіреулері жаман кейіпкерлер. Оларды мопы деп атайды. Негізінде ол айдаһарлар, тролльдер және ойында кездесетін басқа да кейіпкерлер. Оқықының басқа түрін бейтарап деп атайды. Олар көпшілік ретінде жүреді. Олар ойынның ішінде өмір сүреді. Басқалары сиқырға үйретеді. Ал үшіншілері қару қолдануды үйретеді. Сатушылар да ОХК болып табылады. Егер олар ойында болмаса, ойын әлемі бос болатын еді. Сол үшінде оларға шабуыл жасау жаман ой. Кейде ойыншылар тым ашулы болып, ОХК-лерді өздеріне жау етіп алады. Барлық ойында жалғыз болу қызықты емес. Мені егер білсеңдер, тоқтатпайды ешқашан. Ойын емес көрсеңдер, мені биге шақырады. Мен білемін, алаңдамай жүремін. Тағы ойнаймын, қарқар күлемін. Бұл бір
аса көп емес. Алға! Не болса да ойнаймын. Мен білемін, алаңдамай жүремін. Тағы ойнаймын, қарқар күлемін. Алға, тек қана алға. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып дыбыстаған